Сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода осындай двойканы өте оңай жолмен тігуді көрсететін боламын. Бұл двойканы двунитка матасынан тіккен болатынмын. Матамызды 4 бүктеп, осылай түзу сызық сызып алып, баламыздың өзіне шақ, ыңғайлы киімін алып, осылай матаның бүктелген жағына алды жағын қойып, формасын келтіріп аламыз. Мен баламның күнделікті киіп жүрген жемпіріне 2 сантиметрдей артығымен қосып, иығын кішкене спущенный рукав етіп артығымен сызып алдым. Одан кейін қолтық ойындысынан 1 сантиметр кері түстім. Кейіннен мойын ойындысында капюшон болатындықтан кішкене артығымен 1 сантиметр, 1,5 сантиметрдей етіп ойып алдым. Шалбарымызды да дәл солай, бірақ матаны 2 бүктеп, балаңыздың өзіне ыңғайлы шалбарын немесе трикосын осылай қойып, артқы бөлігін отдельно, одан кейін алдыңғы бөлігін отдельно. Мен бұл джинсы болғандықтан спортивный шалбар тіккендіктен кішкене 2 сантиметрден артығымен қосып алдым. Ұзындығына да и екі жанына да 2 сантиметрден қосып, осылай шалбарымызды қиып шығамыз. Келесі кезек біз жеңді жасайтын боламыз. Матаны осылай 2 бүктеп, сгиб жағына иық бөлігін қойып, осылай астыңғы бөлігін 1 сантиметрде алып тастап, тура сол көлемде және жеңісінің ұзындығын сызып, дәл солай кесіп шығамыз. Екінші бөлігінде міне біздің иық бөлігіміз қосылып тігіліп, оверлокталды. Енді жаңағы қиып алған жеңімізді осылай біздің иықтың қолтық ойындысының кесілген бөлігіне бірдей етіп қойып, осылай тігіп оверлоктап шығамыз. Келесі біз осылай жеңімізді бір-біріне қаратып, барлық шеткі бөлігін, қолтық сызығын бәрін теңестіріп, тігіп оверлоктап шығатын боламыз. Міне бізде оверлокталды. Енді астыңғы бөлігі кішкене біздің свитшотымыз жинақы болу үшін осындай кашкарсай матасын қолданып жатырмын. Бұның созылу несіне қарай асты жағына мен 2 жанына 1,5 сантиметрдей бөліп алдым. Қалыңдығы 5 сантиметрдей етіп бөліп, одан кейін екі жеңіне де дәл солай кішкене 1,5-2 сантиметрдей кесіп аламыз. Одан кейін осылай кашкарсаймызды бір-біріне қаратып тігіп шығып, бір-бірінің тігістерін бәрін туралап, келесі бөліміне дейін қатты созылғанша созып, кішкене отсечки жасап аламыз. Бұл бізге свитшотымыздың 2 жанындағы тігіске осы 2 бөлігін қыстырып қойып, ары қарай кішкене кашкарсай матамызды қолымызбен созып отырып, тігіп шығатын боламыз айландыра. Дәл осылай манжетімізді жеңімізге де тігіп шығамыз. Тігілген бөліктерін оверлоктап аламыз. Міне бізде тігілген жеріміз оверлокталды. Енді қазір сол оверлокталған бөлігін үстіне қаратып, осылай 5 мм бастырып тігіп шығатын боламыз. Келесі кезекте біз мойын ойынысына капюшон жасайтын боламыз. Осылай свитшотымызды тең ортасынан қойып, метрімізбен өлшеп аламыз. Осылай 2 қабаттап матамызды қойып, сол көлемде сызық сызып аламын. Астына примерно 5-4 сантиметрдей орын қалдырамын. Одан кейін оң бөлігіне тағы да 5 сантиметрдей орын қалдырамын. Бұл бізде капюшонымыз бір-біріне кіріп, айқасып тұру үшін жасалатын нәрсе. Кейіннен алдыңғы бөлігін өлшеп алып, мынау метка жасалған жер 13,5 болды меніңкі, соны белгілеп аламыз.
боламыз. Одан кейін 5 сантиметрге қарай осылай капюшонымызды создырып, артқы формасын жасап, капюшонымыздың үстіңгі бөлігіне дейін 22 сантиметр етіп алдым. Менде кішкене мата жетпей қалды, сондықтан осындай алдым. Одан кішкене көлемдірек етіп 30 сантиметр етіп алсаңыз да болады. Бұл баланың бас көлеміне байланысты, мойнынан бастап басының төбесіне дейін сантиметрмен өлшеп алғандарыңыз дұрыс. Бізге бұндай капюшон 2 деталь қажет, өйткені біз қазір бірінші тігіп аламыз осы тігіспен капюшондарымызды. Одан кейін бір-біріне қаратып двойной болады, ішкі жағы да сыртқы жағы да әдемі 2 қабатты капюшон болып тұрады. Капюшонымызды тігіп болғаннан кейін тігіс түскен жеріне астыңғы припускын ала отырып, оң жағынан да сол жағынан да тігістің екі жағынан 0,2-0,3 мм осылай бастырып тігіп шығатын боламыз. Капюшонымыздың екі бөлігінде тігіп болғаннан кейін осылай ортасына қаратып, бас жағынан бастап 1 сантиметр көлемінде тігіп шығамыз. Одан кейін артық жерін кесіп тастап, оң жағына қаратып, тағы да бастырып 1-1,5 сантиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Осылай видеодағыдай. Біздің капюшонымыз дайын болды. Енді артқы бөлігінің дәл ортасынан отсечке қалдырып, біздің капюшонымыздың артқы ортағы бөлігін қадап, булавкамен бірдей етіп қадап шығамыз. Біздің капюшонымыздың алдыңғы бөлігінде кішкене 5 сантиметрдей артық бөлігі бар. Соны бір-біріне айқастырып, ойын-ойынсында осылай 1 сантиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Тігілген бөлігімізді оверлоктайтын боламыз. Капюшонымызды тігіп болғаннан кейін оверлоктап, оверлок жаңағы тігілген бөлігін осылай біздің свитшотымызға қаратып 5 сантиметр көлемінде бастырып тігіп шығатын боламыз. Біздің үстіңгі бөлігіміз дайын. Енді келесі осындай шалбарымызды тігіп шығатын боламыз. Артқы бөлігі мен алдыңғы бөлігін қосып, тігіс жүргізіп оверлоктап алатын боламыз. Екі аяқ бөлігіміз тігіп болғаннан кейін бір-біріне қаратып, дәл ортасынан осы тігіс түскен жерінен бір-біріне булавкамен қадаймыз. Алдыңғы бөлігін, артқы бөлігін қадап аламыз. 1 сантиметр көлемінде тігіп, одан кейін оверлоктап аламыз. Келесі кезек біз шалбарымыздың белін резинкасын жасайтын боламыз. Дәл свитшоттағыдай осылай кашкарседен жасайтын боламыз, бірақ ортасына резинка қадап шығатын боламын. Одан кейін шалбарымыздың астыңғы бөлігіне де осылай манжет жасайтын боламыз. Дәл сондай методпен қазір белімізге, одан кейін балағымызға тігіп шығатын боламыз. Кашкарсаймызды белімізге тігер кезде, бастаған кезінде закрепочный шов жасау арқылы бастаймыз. Өйткені біз соңына қарай 5-6 сантиметрдей жетпей тігісімізді тоқтататын боламыз. Орын қалдырып, ол жерге резинка тығу үшін резинкамызды тігіп алғаннан кейін осы орынды тігетін боламыз.
балағымызға манжет тігер кезде тек айландыра тігіп шығатын боламыз, ешқандай орын қалдырмаймыз, өйткені тек қана белімізде ғана резинка енгізетін болғандықтан сондай әдіспен жасадық. Қалған әдістер просто созылып тігілетін болады. Біздің спортивкамыз дайын болды. Дәл осындай оңай жолмен сіздер де тігіп алыңыздар. Үлкен адамға да дәл осы методпен тігуге болады. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар.